Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз майлар мен синтетикалық жуғыш заттар. Сабақ мақсаттары: майлар және синтетикалық жуғыш заттар, сабын. Номенклатурасы, физикалық қасиеттері, алыну жолдары, химиялық қасиеттері. Майлар үш атомды спирт, глицерин мен жоғары карбон қышқылдарының күрделі эфирлері. Майлардың құрамында қаныққан және қанықпаған жоғарғы карбон қышқылдарының қалдықтары болады. Егер қышқыл қалдығы қаныққан болса, оны қатты май дейміз. Егер қышқыл қалдығы қанықпаған болса, оны сұйық май дейміз. Әрқайсысына мысал жазып көрейік. Яғни бізге қатты май болу үшін қаныққан жоғарғы карбон қышқылының қалдығы болу керек, сұйық май болу үшін қанықпаған. Мысал ретінде қаныққанға біз ала аламыз стеарин қышқылы, қанықпағанға мысал ретінде ала аламыз олеин қышқылы. Енді глицерин мен жоғары карбон қышқылдары қосылған. Олай болса, бізге бірінші жағдайда қатты май болу үшін стеарин қышқылының триглицериді керек, екінші жағдайда сұйық май болу үшін олеин қышқылының триглицериді керек. Бізде мынау стеарин қышқылының триглицериді, немесе бұл қатты май болып табылады. Келесі сұйық майға мысал ретінде олеин қышқылының триглицеридін жазайық. Бұл бізде олеин қышқылының триглицериді. Сұйық май мұнда бізде. Себебі оның жоғарғы карбон қышқылы қанықпаған, ал мұнда бізде қатты май. Себебі мұндағы жоғары карбон қышқылы қаныққан. Әрі қарай карбон қышқылына байланысты біз майларды мынандай жіктеуге жүргіземіз. Яғни карбон қышқылымыз агрегаттық күйіне байланысты бірінші біз майларды жіктейміз. Майдың құрамындағы карбон қышқылы қаныққан болса, біз айттық жаңа ғана, ондайда біз қатты майлар дедік. Егер майдың құрамындағы карбон қышқылы қанықпаған болса, олар сұйық. Сонда майлар бірінші майдың құрамындағы карбон қышқылына байланысты агрегаттық күйін анықтай аламыз. Қатты май, сұйық май деп. Сонымен қатар құрамындағы карбон қышқылының қалдықтарының түріне байланысты, яғни бірдей болу немесе әртүрлі болуына байланысты біз қарапайым майлар және аралас майлар деп жіктейміз. Қатты майларда ерекшелігі, олар қаныққан қышқыл қалдығы болу керек. Қаныққан қышқыл қалдығынан тұрады. Және бұған жатады бізде мысалға жануар майы қатты майға жатады. Және кокос майы жатады. Сұйық майға қанықпаған жоғары карбон қышқылдары болу керек. Өсімдік майы және балық майы жатады.
қарапайым май, яғни құрамына байланысты біз қарапайым май және аралас май деп айттық. Енді бұның ішіндегі қышқыл қалдықтары, қарапайым майда қышқыл қалдықтары бірдей болу керек. Қышқыл қалдықтары бірдей болу қажет. Араласта қышқыл қалдықтары әртүрлі болады. Қалдықтары әртүрлі. Қатты май мен сұйық майды ажыраттық. Енді қарапайым май араласқа мысал жазып көрейік. Мысалға, егер сізде мынандай май болса, бұны біз А жағдайы деп қарастырайық, және Б жағдайы қарастырайық. Б жағдайында бізде мынандай май болса, енді бұлардың біріншісін қарасақ, С15, H31, екінші С16, H33, үшінші С17, H35. Яғни құрамындағы қышқыл қалдықтары әртүрлі болса, бұл араласқа жатады. Аралас май. Егер қышқыл құрамындағы қышқыл қалдығы, яғни майдың құрамындағы қышқыл қалдығы бірдей болса, бұны біз қарапайым май деп атаймыз. Қатты май, сұйық май, қарапайым және аралас майларды ажыраттық. Ары қарай бұлардың номенклатурасына тоқтайық. Номенклатурасы, яғни атауы. Бұны қалай атаймыз? Мысалға, бірінші жағдай А жағдайы және Б жағдайы дейік. А жағдайында бізде қышқыл қалдығымыз С17, H35. Яғни қаныққан. Бұл бізде стеарин қышқылының қалдығы. Олай болса, біз жаза аламыз. Стеарин қышқылының, мынау глицерин қышқылы, глицерин спирті, 3 атомды спирт. Енді бұның қалдығы тұз болу үшін глицерид деп аталады. Стеарин қышқылының триглицериді. Яғни қышқыл қалдығынан бастап атасақ болады, ол кезде стеарин қышқылының триглицериді болады. Енді басынан бастасақ, глицериннен тристеараты. Стеарин қышқылының қалдықтары стеараттар. Олай болса, глицериннің тристеараты деп атаймыз, немесе стеарин қышқылының триглицериді деп атаймыз. Келесі жағдайды қарайық. Бұл жерде С17, H33, алейн қышқылы. Бұл жерде біз айта аламыз. Алейн қышқылының триглицериді, немесе глицериннің триалиаты. Қатты май немесе сұйық май деп те берілуі мүмкін. Яғни атауы осылай жүргізсек болады. Физикалық қасиеттері.
Майлар судан жеңіл, суда ерімейді. Көптеген органикалық еріткіштерде, мысалға бензол, бензин, дихлоретанда жақсы ериді. Майдың балқу температурасы оның құрамындағы карбон қышқылы қалдығына байланысты. Құрамында қанықпаған қышқыл қалдықтары кірсе, май төменгі температурада балқиды. Майдың сұйық немесе қатты болуы оның құрамына кіретін карбон қышқылдарының табиғатына байланысты. Құрамына қанықпаған карбон қышқылдарының қалдығы кірсе, май сұйық болады, ал қаныққан қышқыл қалдығы кірсе, май қатты болады. Қағазға теріге жақсы сіңеді, тұрақты балқу температурасы болмайды. Май адам организмінің 15-20%-ын құрайды. Оның шамамен 70%-ы олейн, 30%-ы пальмитин глицериттері. Енді алыну жолына тоқтайтын болсақ, глицериннің жоғары карбон қышқылдарымен әрекеттесіп, май және су түзеді. Оған былай жазайық. Жалпы формуласы бізде глицериніміз 3 атомды спирт, енді бізде карбон қышқылымыз. Енді жоғары карбон қышқылдарымен әрекеттесіп, май және бізде су түзіледі. Оған мысал ретінде біз қарастырайық. Бірінші стеарин қышқылын жазайық. Енді бұл жерде бізде механизм. Глицериндегі әрбір сутек атомының орнына сутек атомы, глицериндегі әрбір сутек атомы қышқылдағы OH пен әрекеттеседі. Ал біздегі қышқыл қалдығымыз осы сутектердің орнына әрқайсысы орнығады. Нәтижесінде бізде пайда болады май. Орнығуға жасайық. CH2O, CO және C17H35. CH2O, CO, C17H35. CH2O, CO, H35 плюс су. Үшеселейміз. Реакция тең. Енді ары қарай бұны біз жабық түрде жазсақ болады. С1, 2, 3, С3, H2, 3, 5, H5. OH-тан үшеу. OH үшеу плюс 3, С17, H35, COOH. Әрі қарай С3, H2, 3, 5. COO бізде сонда. С17, H35, COO үшеселенген плюс 3 су деп. Бұлай жазсақ та болады. Бұлайынан біз ұзақ қылып жазбай, бүйтіп қысқартып жазсақ та болады екен. Яғни майдың алынуының бір жолы бар, ол глицеринмен жоғары карбон қышқылдарын әрекеттестіріп алуға болады. Әрі қарай бұлардың химиялық қасиетіне тоқталайық. Ең бірінші химиялық қасиеті майлардың гидролизі. Бұл жерде стеарин қышқылының триглицеридін сумен әрекеттестіреміз. Яғни бізде пайда болады стеарин қышқылының триглицеридін алайық. Оған су қосамыз. Гидролиз дегеніміз су қосу тұзға. Яғни қышқылды ортада жүреді. Нәтижесінде бізде пайда болады глицерин және стеарин қышқылы. Глицериніміз CH2OH, CHOH, CH2OH плюс C17
H35 SOOH. Теңестірсек, үш еселейміз. Реакция тең. Мынау бізде глицерин, мынау бізде стеарин қышқылы шықты. Яғни майлардың гидролиз нәтижесінде бізде 3 атомды спирт және жоғары карбон қышқылын ала аламыз. Екінші химиялық қасиеті майдың сабындану реакциясы. Бұл жерде стеариннің қышқылын триглицеридін натрий уашпен әрекеттестіреміз. Бірінші жазыламыз стеарин қышқылының триглицеридін. Кейін бұған біз қосамыз натрий OH-ты. Нәтижесінде бізде пайда болады глицерин плюс бізде натрий стеараты С17H35 SOO натрий. Үш еселейміз. Бізде мына қосылысымыз аталады. Натрий стеараты. Немесе қарапайым бізге сабын. Майдың сабындану реакциясы ол стеарин қышқылының триглицеридін натрий уашпен әрекеттесіп, нәтижесінде глицерин және натрий стеараты немесе сабынның пайда болуының реакциясын атаймыз. Келесі химиялық қасиеті ол майлардың гидроленуі. Яғни сұйық майдан қанықпаған қышқыл қалдығы бар майдың, яғни сұйық майдың гидрлеу арқылы қатты майға айналдыруы. Сұйық май ретінде біз ала аламыз алейн қышқылының триглицериді. Яғни қанықпаған жоғары карбон қышқылының глицеридін алдық тұзын. Бұны сутек қосамыз, яғни гидрлейміз. Катализатор бізде никель қатысында жүреді. Нәтижесінде бізде қаныққан. Мынау бізде бастапқыда сұйық май. Сұйық майды гидрлейтін болсақ, катализатор никель қатысында бізде қатты май шығады. Яғни қаныққанға айналады. С17H35 қанықты. S17H35 SH2O SO S17H35. Бұл бізде қатты май. Сұйық майдан қатты майға айналды. Енді сабынға келейік. Біз айттық жаңа натрий стеараты ол сабын. Жоғарғы карбон қышқылдарының тұздары бізде сабын деп аталады. Сабынның құрамы негізінен пальмитин және стеарин қышқылдарының тұздары. Осы қышқылдардың ішінде болатын біздің катиондарымызға байланысты, яғни металдың катионына байланысты сабын екіге жіктеледі. Қатты сабын және сұйық сабын деп. Енді қатты сабынның құрамына қандай катион кіреді, қандай металдың және сұйыққа қандай кіретінін анықтап алайық. Жалпы біз қатты сабынға жатқыза аламыз натрий стеаратын және натрий пальмитатын. Ал сұйық сабынға біз калийдің стеараты С17H35 SOO калий және калий пальмитаты ол С15H31 SOO калий. Сонда қатты сабынға біз натрий катионы кіретінін айттық, сұйық сабынға калий ионы, яғни калийдің тұзы бізде сұйық сабын,
натрийдің тұзы ол қатты сабын болады. Енді бұлардың суда ерігіштігін қарайтын болсақ, қатты сабын суда нашар ериді, ал сұйық сабын суда жақсы ериді. Енді сабынның алынуы, жаңа ғана айтып өттік, майдың сабындану реакциясы. Ол бізде стеарин қышқылының триглицеридін аламыз дедік. Және оны бізбен натрий UH-пен әрекеттестіруіміз керек. CH2O, CO, C17, H35, CH2O, CO, C17, H35. Бұл бізде стеарин қышқылының триглицериді. Бұны натрий UH-пен әрекеттестіргенде бізде глицерин пайда болады. Және натрий стеараты. Біздің қажетті сабынымыз. Натрий стеараты пайда болды. Міне, біздің сабынымыз. Сабынды алу жолымыз осындай. Енді сабынның химиялық қасиетіне келейік. Сабынның химиялық қасиеті ол сабынның суда еруі, яғни ерігіштігі. Біз айттық мана, калийдің тұздары, ол сұйық сабындар суда жақсы ериді, чем қатты сабындар қарағанда, натрий тұзы бар карбон қышқылдарына қарағанда. Енді бұның жалпылама сабынның суда ерігіштігі оның құрамында металл катионына байланысты, осыдан шығатын қорытынды. Жалпылама суда кальций, магний деген секілді катиондар ерімейді. Судың кермектігі осы кальций мен магний ионына байланысты. Сол себепті бұлар бұның, яғни бұл кальций, магний катионы бар тұздар суда ерімейді, ал калий жақсы ериді. Осыған байланысты бізде сабынның іріп тұнбаға түсу деген нәрсе. Яғни кермек суды сабындамай кірді ашпау себебі осындай деп қарастырамыз. Яғни біз айтамыз, кермек суда кальций мен магний иондары бар. Яғни кальций мен магний тұздары біз кермек судың основной иондары деп қарастырсақ. Ал біздің сабынымыздың құрамына натрий мен калий кіреді. Енді осы мысал ретінде біз сабынның суда көпіруі және сабынның суда іріп, яғни тұнбаға түсіп көпірмеуін қарастырайық. Біріншісі суда еруі. Оған біз мысалы натрий стеаратын қарастырайық. Натрий стеараты C17, H35, COO натрий. Бұл суда ериді. Гидролизденеді, нәтижесінде бізде пайда болады C17, H35, COOH плюс натрий OH. Бұл ерігеннің белгісі. Енді ерімей сабынның көпірмейтін жағдайын қарастырайық. Оған біз осы натрий стеаратын аламыз. Енді судың құрамында кальций, магний тұздары болады, ол кермек суда. Олай болса, мысал ретінде біз кальций хлор 2 деген тұзды қарастырсақ. Нәтижесінде бізде пайда болады C17, H35, COO 2 еселенген кальций. Бұл тұнба бізде. Плюс 2 натрий хлор. Теңестірсек 2 еселейміз. Реакция тең. Сонда мына жағдайда біз айтамыз. Яғни тұнбаға түсті кір ашылмайды. Сабынның іріуі. Сабынның іріп тұнбаға түсуі. Яғни сабынның кірді ашпайтын жағдайы осы кермек суға байланысты деп қарастыра аламыз. Енді сабыннан бөлек бізде кірді ашу бізде синтетикалық жуғыш заттарға байланысты. Яғни синтетикалық жуғыш заттар ол алкил сульфаттардың натрий тұзынан тұратын қосылыстар. Синтетикалық жуғыш заттар кір алғыштық жағынан сабыннан жоғары, бірақ қоршаған ортаға зияны күштірек. Радикалдың құрамындағы көміртек атом саны С8-ден С18 арасында болады. Яғни бұл жерде біз қарастырып тұрмыз, жаңа сабындар ол кермек суда кірді ашпауы мүмкін. Бұндай жағдайда бізге көмектеседі синтетикалық жуғыш заттар. Бірақ оның
айтарлықтай қоршаған орта зияны бар екенін байқадық. Енді осы синтетикалық жуғыш заттардың алынуын қарастырайық. Ең бірінші синтетикалық жуғыш заттарын екі сатыдан алуға болады. Бірінші сатысы ол қарапайым күкірт қышқылының алкил сульфатқа айналуы, күкірт қышқылының күрделі эфирлерін алу. Бірінші сатысы күкірт қышқылының күрделі эфирін алу. Күрделі эфирін алу дейік. Яғни бізде бұл жерде айта аламыз. Алкил сульфат алу. Күкірт қышқылын біз бірінші былайынан жазып көрсетіп қояйық, чтобы ол түсінікті болу үшін. Күкірт қышқылы H2SO4, барлығымыз білеміз. Оны біз ашып былай жасақ, HO SO2OH десек. Яғни синтетикалық жуғыш заттарға ұқсас формаға, яғни сіздер түсінуге ыңғайлы болу үшін біз осы формада жазамыз. Әрі қарай күкірт қышқылының жазылуын. Енді ең бірінші күкірт қышқылын күрделі эфирін алу үшін күкірт қышқылын спиртпен әрекеттестіреміз. Ол үшін спирт ROH қосылған күкірт қышқылын біз айттық HO SO2OH деп қарастырамыз дедік. Нәтижесінде бір сутегіміз R-мен ауысады. Нәтижесінде бізде пайда болады ROSO2OH плюс H2O. Бізде қажетті алкил сульфатымыз алынды. Міне, бұл бізде алкил сульфатымыз. Екінші кезегіміз бізде. Енді біз ары қарай синтетикалық жуғыш заттарды алуымыз керек. Ол үшін біз натрий OH қосамыз. Алынған алкил сульфатымызға ROSO2OH-ға қосамыз натрий OH-ты. Нәтижесінде бізде H пен натрий орын ауыстырады. Пайда болады бізде синтетикалық жуғыш заттар ROSO2O натрий плюс су. Бізге қажетті синтетикалық жуғыш заттардың формуласы мінекей. Алкил сульфатының натрий тұздары. Мынау бізде алкил сульфат болса, оған бір сутектің орнын басқан натрий бізде пайда болды алкил сульфатының натрий тұзы. Немесе ол синтетикалық жуғыш заттар деп аталады. Бірақ ескеру керек, сабынға қарағанда бұның қоршаған ортаға зияны өте жоғары. Ары қарай бүгінгі тақырыпты бекіту тапсырмасы. Сұйық май триалиат өзіне сәйкес қатты майға айналдыру үшін 123,2 литр сутек жұмсаған болса, сұйық майдың массасын есептеңдер. Енді біз оны былай жазсақ болады. Ұзақ қылып жазып өтпей, триалиатты 17H33SOO еселенген. Мынау бізде майымыз, сұйық майымыз. Ален қышқылының триглицериді. Оған қатты майға айналдыру үшін гидрлеу керек. H2 қосасыз, еселенген әрине. Нәтижесінде бізде S3H5, S17H35, SOO еселенген. Қатты майға айналды. Мынау бірінші бізде триалиат сұйық май. Енді мынау тристеарат қатты май. Есептің шартын орындайық. Бізге айтады, 123,2 литр сутек жұмсалған жағдайда сұйық майдың массасын есептеңіз дейді. Сонда бізге сұйық майдың массасы керек. X дейміз. 123,2 литр. Қалып жағдайда ол 3 көбейтілген 22-де 4 литр. Енді бізге қажеті триалиаттың малярлық массасын анықтаймыз. S3H5, S17H33, SOO еселенген.
Бұл бізде 884 граммға тең. Енді орнына қойық. 884 грамм. Нәтижесінде бізде табу үшін көбейтеміз. X табу үшін бізде 884 граммды 123-те 2 литрге көбейтіп, бөлеміз 67-де 2 литрге. Триоляттың массасы 14-те 9. Келесі, бұл сіздерге үй тапсырмаларымыз.